Сәлем, достар. Қалдарыңыз қалай? Біз таң атып, балдармен шай ішіп жатырмыз. Кешегі ауызашардан қалған заттарменен. Балдар сабаққа кетті. Балауса менен ағасы екеуі кетті бүгін сабаққа. Ханшайым сәлем де. Сәлем. Ханшайымға кеше бір қонақ ақша берді. Көрсетші тиындарың достарыңа. Қонақтар кеше ақша беріпті. Бір апа берді дейді. Кім бергенін өзі білмейді. Кім берді бұл тиынды саған? Білмеймін. Бір қонақ апа берді ма? Бір тиын жоғалтпады. Жоқ, жоғалған жоқ қызым. Жоғалды ғой. Сонда 300 теңге еді ғой мама я. Сен бұл тиындарыңа не аласың? Білмеймін. Білмейді не алатын. Магазинге барасың ба? Тағы да бір жоғалтып. Қай жерге түсті? Мына тұр ғой мұны. Не аласың магазинге бар айтшы? Білмеймін. Кешеме көзге салып айтты. Магазинге өзі барады екен. Не дейді? Ал бізде мына бала әбетте барады сабаққа бүгін. Я? Әбетте 1:30-да шығып кетеді. Ал мен қазір мына жердің бәрін жинап үйлерді бір-бір уборка қылып шығуым керек. Bir zanlı ket atkanızı yıkıp oldu. Müddetin altına çıkın dedi. Mama yem. Ya. Allah'a şükür tаңымызды атырып, таңғы асымызды ішіп алдық. Енді маған ыдыстардың бәрін жайғастырып, жай-жайына қойып, жуатын жуып, жай-жайына жинастыруым керек. Бөлмелерін бәрін уборка қылып шығуым керек. Ар жақта Бағжан жатыр әлі. Бізде Бағжанның тісі ісіп кетіп, бүгін сабаққа бармады. Сонымен үйде Бағжан. Ал достар, бізде Арнұрдың апасы. Арнұр саған не әкеп берді? Самокат әкеп берді. Самокат әкеп берді, братала, көшеден. Қатты қуанатынмын. Көшеде айқайлаған дауыс естілді ғой, мама маған апам самокат әкеп берді деп айқайлап. Қазір ашып көрсетеміз. Бір мына жері құрастырылмапты, жинап берген екен. Мен жазылады ғой. Қазір құрастырамыз. Аша ғой самокатын көрсетейік. Вау, үлкен ғой мынау Арнұр. Инаны құрастыра аламын ғой. Үлкен самокат екен. Аға деші. Ханшайымда да самокат бар, оған былтыр әпергеніміз. Жоқ қой. Бір жердің болты ма? Сен ана жақта тұр ғой? Енді соны бір дөңгелек жоқ. Қан, әкелші бер. Әкелсе Арнұр. Мен ыдыстарымды жуып жүргем. Сөйтсем, мамам, мама деп айқайлап көшеде естіліп отыр ғой дауысы. Мына жаққа айдайы. Мына жаққа қарап жүр. Қазір көшеде кетіп жатыр. Көшеде айдайып көрсетесің ба? Светтердің бәрі жанады екен. Ой, басыңа тиіп кетті ол телефон. Машинаға байқа. Машина абайла. Бізде айым қызығып жүр. Айымға да былтыр новый қылып әпергенбіз. Әперген жоқсыз ғой. Әпергенбіз қызым, ана жаққа көп қойғанбыз. Ғана әпергенбіз. Арнұр негізі апасына билікте жүрген еді. Анырға да әпергенбіз. Әперген жоқсыз. Билік емес, самокат әперіпті. Бұрыннан билік әперің апа деп жүретін еді өзі. Билікті айдай алмайсың деп самокат алып кетті бүгін. Тосын сый болып бұл деген Арнұрға. Самокат әкеп беремін деп айтпаған еді. Қуанып жүр. Ана итке байқа Айым, Арнұр қуанып атсың ба? Айым кетіп қапты ғой. Айым айда жүр. Енді площадкаға бармайтын болды енді. Сәлем достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін мына қыз сабақтан қалды. Бүгін менің видеомның екінші күні көріп тұрғандарыңыздай. Бүгін мен балдар сабақтан қалды. Себебі бізде Шымкентте жаңбыр деген өте қатты жауып, азанда нөсер жауын болды десек те болады.
Сол себепті сабақтан алып қалдым. Оның басты себебі мен бұлардың курткаларын, етіктерін уже сандыққа салып тастағым ғой. Болды, көктем шықты, енді кимейді ғой деп. Бірақ азандағы жауында уже андай кимеске болмады. Қатты жауын жауып. Сол себепті сабақтан алып қалдым. Сол үшін мен балаусаға қазір жұмсайын деп жатырмын. Бағжан мына жаққа көрпешегін жинайды десе, мына жаққа жинап қойыпты. Бұны алып арғы бөлмеге апарып сандыққа жинайды қазір балауса. Бірінші мына диванның сыртын қаптау керек. Кешегінде ауызашарда біз кір болды ғой, бір шайып алайық деп сол күні жуғамыз, бірақ осылай диванның өзі де әдемі болып тұр деп сыртына жабуды қаптамаған едік. Қазір соны қаптау керек. Балалы үй болған кейін кір болып кетеді диван. Сол себепті соны істейін деп жатыр. Ал балауса, бүгінгі күніңе сәттілік. Бүгін сабақтан қалғаны үшін бүгін үйді уборка қылып шығады. Мына жақтың бәрін жинайды, мына жақ столды бәрін жинап қазір осы бөлмені, сосын өзінің бөлмесін жинап шығу. Балаусаның бүгінгі жұмысы. Ал мен қазір шай ішіп алып аламыз. Арғы бөлмелерді жинаймын. Мына жақта бір қыз келіп жатыр. Сәлем де. Сәлем. Бұны мен қазір душқа түсіріп шықтым. Кешеден бір үстім кірлеп кетті, жуындырышты. 2 күн сайын душқа түспесе болмайды. Мен басым қысып алған еді. Я басым көр болып кетті, қышиды деп. Кел, отыр. Феммен кеп. Қазір феммен кептіріп беремін десем, уже далаға кетіп қалған ғой бұл. Мен соны феммен кептіріп, әдемі жинап беремін. Қазір осы бөлменің бәрін уборка қылып, сыпырып шығады балауса, я? Ал Арнұр қазір сырттан кешегі самокатымен ойнап келді. Я? Самокатымен ойнап келдің ба? Қазір мен бұзылған самокатмен айдап жүрмін. Арнұрдың айымның самокатын қазір жөндетіп алып келеміз. Қазір біз базарға шығайын деп тұрмыз. Қазір мен самокатымды жөндейміз, сосын жуамыз да кір болып кетті содан кейін. Менікі әдемі еді, Арнұрдікі ше? Арнұрдікі әдемі ба, сенікі ме? Екеуінікі де әдемі. Менікі әдем, Арнұрдікі балдашки. Сені ақшаны не алып жүрсің? Қойып қой апарып. Сіздікі ғой? Апарып қой. Біз Арнұрды 1-ші сыныпқа қабылдауға қазір медосмотрдан өткізіп печат бастырып келеміз. Қағаздарына. Жазды 1-ші класс өтпейін ба? Мама ақшасы. Қыркүйек айында. Тоқтаңын, мама ақшасы. Осылар сөйлеп болсын. Сөйлеп бол шал. Болды ма? Сөйлеп болдың ба? 1-ші сыныпқа документтерін дұрыстаймыз. Оған досы Ерасыл екеуін бірге алып кетемін, я? Кешегі. Кеше өткен видеода көргенсіздер. Қазір досымен бірге алып кетеміз. Машина күтіп отырмыз. Папасы қазір келсе, кетеміз. Кетес ба? Сен де барасың ба? Мен самокатын жөндеуге кетем. Мен де қазір душқа түсіп шықтым. Енді мен шашымды кептіріп алайын. Киіп кетем. Шашымды суғайды. Киіп кетем мен көз. Жоқ, басқа киім ауыстырамыз. Балауса, сен жұмысың бастай ғой. Қара. Телефонды шалап отыр ғой. Өзі әдемі ғой. Негізі біз бұны кеше қонақта келген кезде сыртын не алатын едік, жабуын ше, қаптайтын едік диванның. Ғой, жуып тазалап болған. Сәлем достар. Арнұр қаптатқызбады, осы әдемі болып тұр. Қонақтар осы әдемі диванда отырсын деп, я? Қойыңызшы деп, сосын апасы да қоя салыңдар. Қаптамай қойыңдар, бір күнге кір болып қалмас деді. Қазір істемесек болмайды. Сәлем достар. Нағыз мына жақта ерініп, істесем екен жүр. Қазір мен балаусаны алып кетем. Себебі аяғына кроссовка аламыз, я? Оны кетпейміз. Кіргін демекшімін. Сен Ерасыл екеуің машинада отыра тұрасыңдар. Я? Мама сосын бір нәрсе әперіп қойыңызшы. Әперіп қоям, мақұл. Мама, оны әперіп қойыңызшы. Иә. Мына жақта бағжан отыр, мен де алып мен столда, мен машинада отырам, сіз самокатын жөндеп бересіз, сосын сіз бір нәрсе әперіп қоясыз. Шашын кептірген жоқпын, басым бәрін шашын жинап алғам. Балаусаға сәттілік тілеп қойыңыздар. Балаусаның тәтешіктері. Себебі бұған бүгін қиын болайын деп тұр. Әбетте машина келеді. Әбетке дейін үйді уборкасын бүгін балауса жасайды. Менде подпискам бар ғой. Ханшайымның подписктеріне сәлем, я? Сәлем де. Сәлем.
Жоқ, рахмет. Біз осылай үйден сразу базарға шығып кеткен соң базарда жүрміз қазір. Баласаға аяқ киім алдық. Алар қанша? Осылай өзіміздің базардан бір-ақ шықтық. Машинада Арнұр мен Айым бар. Олардың документтерін туралап. Бірінсіңқа документтерін туралап болдық. Базарға шығып жатырмыз. Айымның самокатын алып аламыз. Папасы самокатын жөндеп жатыр. Біз баласаға кроссовка алып машинаға қайтып жатырмыз. Самокатты жөндеп болса, үйге қайтамыз. Жаңа бастын түсіре алмадым мен. Неге бардық қой? Олардың документтен ксерекске өткіздім. Кімді бағамыз? Көршіміздің баласын. Кімді? Арнұрдың досына бағамыз. Екеуінің документтерін ксерекстен өткізіп сөйке түсіріп алдым. Олар да машина ішінде отыр ойнап. Айым үшеуі. Қазір үйге қайтамыз. Уже самокатты жөндеп болса болды. Дала жел тұрып отыр екен. Мына жақта баласа жүр. Аяқ киім алмайыз болып. Распаковка жасай алмаймыз енді. Аяғына сразу туфлиін шешіп, кроссовкасын киіп алды уже сразу. Біз машинаны ар жаққа базар ішіне қойғанбыз. Қазір соған кетіп жатырмыз. Егер де самокат әлі жөндеп болмаса, біз баласы екеуміз ары қарай тағы базар аралаймыз. Жөндеп болмаса қайтамыз уже үйге. Үйде Бағжан ағасы екеуі отыр. Білмеймін де, үйді жинап қойыңдар дегенбіз. Жинайды ма, жинамады ма? Көреміз ол жағын. Ал біз неге докторға келдік? Сол Арнұрдың документтеріне бір нәрсе толтыра демей печат басып. Соған келдік. Әлі отырмыз, отырғанымызға жарты сағаттай болып қалды. Нағыз машинадан түсіп қасыма келіп алды. Шашын резинкасын алып тастапты да. Мен бұны әжеп деп шашын жинап берсем ше. Резинка жинатқызбайды шашын. Алып тастай берді. Ертең мына жақта осылай ойнап жүр. Іші пісті. Бізде Арнұрдың апайы звондап. Неге сабаққа жіберіңіз деп. Сумкасын алмай шыққан ғой ол. Не деп. Ой, қазір уақыт болып қалады. Сабаққа бармаймын, бүгін қалатын болмын ғой деп сумкасын алып шықпаған. Мамасы деп. Апайы звондап, сумкасы жоқ болса да жібере беріңіз. Көрініске қатысады Арнұр. Деп. Ол звондады. Папасы қатысады уже машинамен. Магазинге кіргізіп анау-мынауға беріп. Сөйтіп Арнұр дос екеуі сабаққа кетті. Қой. Нағыз мен қасымда отыр. Бізде айымнандай былай қол жуатында үйреніп жатыр да. Жаңа істеп көрсетті. Істеп көрсетші достарыңа. Істеп көрсетім, қалай жуат қолды. Бірінші қалай жуат екен. Бірінші қалай жуат соны көрсетті. Бірінші қолымызға келді құямыз, е? Құй қолына келді. Бұлай бетіп құямыз. Екінші қалай жуамыз? Мына жақта апай жүр соған ялып жатыр. Болмаса жаңа көрсеткен еді, я? Күшті жаттап алған еді. Ялып тұр апайдан. Ал достары, мен баласақты тұрып жатырмын. Сөзім шынын келді, мен бүгін Арапай екен, ұмытып қаптым. Есіме деген еді, бүгін Арапай екен, ұмытып кеттім. Уже қазір тұңызға 9-ба 10-ба болып жатқан жоқ. Бауырсақты мен істеп жатырмын. Бауырсақтарын осылай пісіп жатыр енді. Мына жақта біразын пісіріп қойдым. Мен бүгін Арапай екенін білгенде күндіз пісіріп қойышым ше. Мүлде ойыма да кенет есімде болмақ. Маған ешкімде айтқан жоқ оның үстіне ше. Бүгін еш шығармай жатырсың деп. Сосын менде жүре бердім. Оның үстіне бүгін Арнұрдың документтерін туралап базарға бардық баласаға аяқ киім алып.
Сонымен ұмытып кетіпті. Вообще ойыма түсірмеді. Марапа екенін. Мына бауырсақтарым. Мына жерде балауса маған көмектесіп жүр. Басын жуып алды бұл қызды түн болған кезде. Неш болды қазір сағат? Сағат 10:30. 10:30-да пісіріп жатыр екен бауырсақты. Балауса қазір басын жуып болды. Азында сабақ. Бүгін сабақтан қалды ғой. Енді ертең азында барады Құдай қаласа. Есімнен күшті болып тұр. Қамырым жұмсақ болып әдемі болған негізі. Ал қыздар, айттарыңыз құтты болсын келе жатқан. Құдай қаласа келесі Рамазан айтына аман есен жете берейік. Қазір мен мына жақта ыдыстарымды көрсетейін. Ыдыстарымды посудалар. Біз қазір шай тамақ жаңа ғана беріп болдым. Сразу бауырсаққа кіріскен болатын. Қазір осы ыдыстарды жуып сосын жатамын. Ал менің бүгінгі влогым осымен аяқталды. Сау болыңыздар.